Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіздер ме? Қалдарың қалай? Жақсы. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Қалай әлі? Көрсетейікші бастарыңызбен. Қалай? Жақсы. Бүгінгі күнгі сабақтарына мен сәттілік тілеймін балалар. Отыра қойыңыздар. Ал балалар, қазір сабағымызды бастамас бұрын біз бір-бірімізбен әр тобымызға не істейік? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз сабағымыз қазақ тілі сабағы 95-ші сабақ зат есімнің жекеше және көпше түрі. Ал енді балалар, барлығымыз қазір орнымыздан тұрмай-ақ қояйық. Орнымыздан әрбір топ бір кезек-кезекпен топ-топқа жақсы бір көңіл күй сыйлайық. Жақсы ма? Ол үшін қазір кішігірім істейік. Әр топқа жылы лебізімізді білдірейік. Алғашқы бастайық балалар. Біз қандаймыз? Әдемісің, әдемісің. Біз қандаймыз? Сенімдісің, талаптысың. Біз қандаймыз? Ақылдысың, тәртіптісің. Біз қандаймыз? Тәртіпсіз балаймыз. Жақсы. Сәттілік сабағымызға отыра қойыңыздар. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын қазір біз топтарға бөлініп алайық. Жақсы ма? Қазір мұнда тұрған топтарға бөлінеміз. Не көріп тұрмыз? Асықтың үстері бойынша бөлінбейді. Әрбір асықты ашамыздар, сол топтың сандар арқылы топтарға бөлінеміз. Бірінші асықтар таңдасаңыз бірі шықса, онда бірінші топқа барамыз. Екі шықса, екінші топқа барамыз. Түсінікті ме балалар? Жақсы, келе қойыңыздар, бірінші топта болсақ. Кезекпен балалар. Екінші топқа барамыз. Бірінші топ. Кітабында дәптеріңді алып отыра қойыңыздар. Бірінші топ. Бар ғой, келіңіз. Үшінші топқа барамын. Динара, екінші топқа барамын. Екінші топқа барамын. Екінші топқа. Келе беріңіздер. Үшінші топқа балалар, келе беріңіздер. Екінші топқа барамыз. Екіге барамыз. Осында отыра қойыңыз. Үшінші топқа барамыз. Үшінші топқа барамыз. Үшінші топ. Екінші топқа барамыз. Ал балалар, әр топқа бөлініп алдық. Енді келесі бізге мынандай бүгінгі сабақта қолданатын бағалауымызға байланысты тоқталып бүгінгі үй жұмысына дұрыс орындасаңыздар жасалынған сөздерді тауып жекеше көпше түрінде 1 балл, келесінші 45-ші тапсырмаға ұжымдыққа 3 балл, әртүрлі тапсырмаларды орындайсыздар. Әрбір неге не істейміз? Балдар беріліп отырады. Мысалы қараңыздар, өлеңдегі негізгі ойын табуға 1 балл, зат есімді табады 1 балл, зат есімді жекеше көпше түрін тауып айландыруға 1 балл. Келесі 46-шы тапсырма жаттығу жұптық жұмыс. Сіздер жұппен жұмыс жасайсыздар. Мәтінді көшіріп жасасыздар, сондағы зат есімдерді табасыздар. 47-ші жаттығу жұптық жұмыс. Осылай әрбір кезеңге тапсырмаларға балдар берілу арқылы бізде неше балл болады? Құрайық дейік. 10 балл. 10 балл жүрген шаңырақ әдісі арқылы өздеріңізді өздеріңіз бағалап
жинағандар. Түсінікті ма олар? Бар ма бәрінде? Бар ма? Жылжытып отырамыз балалар, түсінікті ма? Ал келесі. Келесі тапсырма үй жұмысы. Үй жұмысын қандай үй жұмыс бердім? Мен сіздерге кітаптарыңызды ашыңыздар. Қандай үй жұмыс бердім? Кітабымыздың 44-ші атауды береміз, иә? Жасырынған сөздер. Осындағы жасырынған сөздер. Қандай сөздер бар? Жасырынған. Басқа? Қандай сөз жазып, соны ғана айтамыз. Тағы? Шылшық. Бұл қандай зат есімнің? Жекеше түрде тұр ма? Көше түрде тұр ма? Қандай түрде тұр? Жекеше. Осы жекеше түрді, көше түрді айтып берекші. Кім айтып береді маған? Молодец, жақсы, тамаша, өте жақсы. Кім? Жақсы. Бар, қосамыз, жылжытамыз. Бағаламыз қандай бір бар? Жылжытып отырайық, ал жылжытайық. Жылжыттық па? Осылай жылжытамыз балалар. Жылжытайық қане. Қандай? Жақсы, бір бал жылжытамын. Ал, жылжыттыңыздар ма балалар? Жылжыттық па? Ал, жақсы, келесі. Мұнда ұйғыр сау әдісі екен. Қарайықшы. Не көріп тұрмыз? Мынаған не? Ал, мынау қандай сөз? Жекеше көше ма? Қандай бір әрекет жасырынған екен көзбүйінші? Не? Қандай салт дәстүр? Қолды көтеріңіз. Жақсы, дұрыс па балалар? Сүндет отырған балаға не беріп жатырмын жерде? Алдында не тұр? Алдында. Сыйлықтар беріп, иә? Бұл тек ол балаларға ғана тән. Немене? Иә? Келесі. Жекеше ма, көше ма? Ал, көрейікші. Қандай сақтайсың? Келесі. Бірінші жол, бір бал. Қандай сұрақ? Қандай салт дәстүр? Қандай салт дәстүр үшін жатыр? Қолды көтеріңіз. Қандай салт дәстүр? Не істеп жатыр балалар? Қайықшы. Молодец. Дұрыс па? Тамаша, жақсы. Келесі. Мынау қандай сөз? Жекеше ма, көше ма? Қандай салт дәстүр? Ниташа, дұрыс. Мынау кім? Мынау кім? Не істеп тұр? Келіннің бетін жауып қойып не жасап жатыр? Ниташа? Кетті, келесі жауап. Көше ма, жекеше түрде тұр? Қолды көтеріп жауап береміз балалар. Қандай салт дәстүрге жетті? Динара дұрыс айтты, бір бал қосып қоямыз. Жақсы. Келесі. Қандай салт дәстүр екен? Жақсы, тамаша. Келдік мынаусын. Жекеше ма, көше түрде?
отырамыз. Бағалауымызды Беске қой. ал енді қараңыздар балалар. Балалар қараймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз зат есім көше және жекеше бөліміміз салт дәстүр және ауыз әдебиеті. Бүгінгі сабақтың мақсаты қараңыздар. Мәтіннің тақырыбын тірек сөздерді негізінде мәтіннің мазмұнын болжау және де бас әріппен кіші әріптің биіктігімен өлшемін сақтап, оларды байланыстырып көрсету және таза жазу. Көпше жалғауларын дұрыс қолдана білу, ажырата білу. Жақсы ба балалар? Келесі бізде видео тұр, соны мұқият тыңдайық, жарай ма? Зейін қоямыз. Ана, мына қыздар даламызды күйдіріп барады. Iya, kamu kerja setengah jam. Ана, қыздар даламызды қыздырды. Осында келгенде жақсы болды. Dana, kamu көп болғанымен, құмдар деп көптік жалғау-жалғамайтуға болмайды. Неге? Себебі біз оны бір-бірлеп санай алмаймыз. Ал саналмайтын зат есімдерді көпше түрде қолданбайды. Сонымен бірге, құм сөзінің мағынасы көптік ұғымды білдіріп тұр. Нанды, ұнды, құмшекерді, тұзды, түрлі ұнтақ заттарды жекеше түрде ғана айтамыз. Көпше тұр, жекеше түрде білдірді. Иә, Дана, зат есім жекеше және көпше түрде айтылады. Кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі дейміз. Мысалы, аға, мала, қайыр, жағала. Кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі дейміз. Мысалы, ағалар, балалар, қайықтар, жағалалар. Зат есімнің көпше түрі лар, лер, дар, тер, тар, тер жалғаулардың жалғану арқылы жасалады. Бұл қосымшалар көптік жалғау деп аталады. Ана, көптік жалғаулары көбейді. Қай сөзге қайсысын жалғау керін қайдан білеміз? Дана, сен дауыссыз дыбыстың түрлерін білесің ғой. Иә, дауысты дыбыстар жұман жіңішке болып бөлінеді. Дауыссыз дыбыстардың адам, я, үнді деген 3 түрі бар. Дұрыс. Ендеше дауысты дыбысқа немесе үнді қысқа и, у, ыры дыбыстан аяқталған сөздерге лар, лер нұсқасы жалғанады. Мысалы, балалар, үйлер, таулар, көптік жалғаудың да, дер нұсқасы ұяң, ш, з және үнді, л, м, н, ыры дыбыстан аяқталған сөздерге жалғанады. Мысалы, теңіздер, көлдер, қатаң дауыссыз дыбыстарға аяқталған сөздерге және б, в, г, дыбыстарға аяқталатын басқа тілден енген сөздерге ар, дер нұсқасы жалғанады. Мысалы, балалар, өсімдіктер, қуықтар, балықтар, биологтар. Су ішіндегі құм басқаша, аға қараңызшы, мына жер тып-тынық екен. Су түбіне жүрген балықтар да менің аяқтарымнан анық көрінеді. Ал балалар, видеоны көрдік па? Ал енді қараңыздаршы. Жуан жалғанатын, мысалы, бастапқы жуан сөздерге қандай бұнда жалғанады? Жуан, жіңішке сөздерге, жіңішке жалғаулары жалғанады. Ережеге барайық. Ереже, қарайық. Не? Міне. Зат есімнің жекеше және көпше түрі болады. Кім не сұрағына жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі деп атаймыз. Ал кімдер, нелер деген сұраққа жауап беретін сөздерді не дейміз? Көпше
Көкке шаншып құйрығым келеді шауып жүйрігім. Жақсы. Келесі. Сұрақты оқиды тұршы. Дауысы таныс ба балалар? Ал балалар қараңыздар, ұжымдық жұмыс қазір бізде 45-ші жаттығу 57-ші кітабымыздың 57-ші бетін ашамыз. Аштыңыздар ма? Аша қойыңыздар. 57-ші бетін ашамыз. 57. Аштыңыздар ма? Иә. Сонда 45-ші жаттығуға қарайықшы. Кәне, құралай оқыш. Құралай оқи ғой. Кітабымдағы оқи ғой. Одан төлі түйенің, құлын төлі биенің, қойдың төлі қозының, мамыны деп білемін. Бұзау төлі сиырдың, ұрыс құты үйімнің, ешкі төлі лаққа шынығым деп үйіндім. Негіз ойы? Негіз ойы қандай? Негіз ойы не? Негіз ойы не болады? Негіз ойы. Төрт түліктің несі тұрады? Төрт түлік тұрады, е, балалар, бәкітіңіз ба? Тағы несі тұрады оның? Бота менің төлі. Не? Вот, көрдіңіз ба, негіз ойы жаңағы төрт түлік тұрады, және төлдері туралы түсінеді. Осындағы зат есімдерін табайықшы. Құлын, жақсы. Енді осы сөзді жекеше түрінде тұр ма, көше түрінде тұр ма? Жекеше, иә? Осы көше түрінде айтайық. Жарайды, ал, басқа. Бармайды. Қозар бар ма? Тапқа айланды ма? Бір бұлдың балды шыншыламыз. Ал балдарды шаңырақтарымызды шыншыламыз. Болды ма? Болды ма? Ал жақсы. Келесі. Келесі тапсырма. Балалар, жеке жұмыс. Жеке жұмыс. Кітаптарымыздың 58-ші бетін ашыңыздар. Ашыңыздар ма? 58-ші бет. Кітабымыздың 58-ші бетін ашамыз. 46-шы жаттығуға қараймыз. Мәтінді көшіріп жаз. Және есте дейді. Мәтіндегі зат есімді тап дейді. Ал айымды жазамыз. Наурыздың 4-і сынып жұмысы 47-ші жаттығу деп көркем етіп әдемі жазамыз. Иә. Көркем етіп жазамыз. Таза әдемі жазамыз. Сондағы зат есімді табамыз содан кейін. Зат есімді тапқаннан кейін балалар. Таза жазамыз, соқыпты. Тәкпен жазбасындар ма? Жақсы. Иә, қалам дейді.
Жақсы болса отыра қаламыз. Кәне келесі тапсырма. Жұптық жұмыс. Қазір жұмыспен жұмыс жасайтын боламыз. Мен сіздерге қазір сабақ беремін. Мұнда тұрған сіздерді қараңыздар. Оқиыншы. Жақша ішіндегі қай балалар жаңа арқылы сөздердің жеке жазылсын. Мысалы, бозайды деп осылай жерде реттеп істейміз. Жазамыз жұппен, жұп-жұбымызбен. Екі адам бір жұмыс істейді деген сөз. Екеуміз бірге Динараның да келеміз, Аяғын бірге істейміз. Осында келеміз, мына жерге істейміз. Жұппен, жұппен істейміз. Жоқ, ауыздай сен кіммен істейді? Сен жеп істейсің. Бас. Иә. Ал кезекеміз. Ана не білесіз? Бірге жасын, қосып жасын. Мөңірейді. Болтындар ма? Ой, не демеш? Қандай сөздер болды? Қалай өзгерді? Тиелер боздайды, сиырлар мөңірейді. Қойлар маңырайды, иттер үреді. Жақсы. Келесі, екі-үш топ қабырай. Екі-үш топ, иә. Оқи ғой, қалай жазылды? Тиелер боздайды, сиырлар мөңірейді. Тиелер боздайды, сиырлар мөңірейді. Қойлар маңырайды, иттер үреді. Тиелер боздайды, сиырлар мөңірейді. Қойлар маңырайды, иттер үреді. Келесі. Иттер үреді. Үреді. Дұрыс жазған үшін бір балл, сөйлемді көркемдетіп жазған үшін бір балл қою керек. Егер көркемдетіп жазылмасаңыздар, онда бір баллда ұстаймыз. Жарай ма? Түсінікті ма? Келесі жұмыс бізге топтық жұмыста әр топқа мен тапсырма беремін. Сол топпен не істейсіздер? Топ болып жұмыс жасайсыздар. Ал қараңыздар, міне жерде мен бірінші қатысты өтейін. Жұптық жұмыс, иә балалар? Жұптық жұмыста міне жерде бірінші топтар, мысалы, мына жерде тұрған атаулар тұрма не көріп тұрмыз? Қандай? Түрлі көріп тұрмыз, да? Дестірікті көріп тұрмыз, иә? Осы атауларын көпше түрде не істейміз? Жазады екенбіз. Бірінші топ, екінші топ. Екінші топ қазір айтамын сендерге. Екінші топтікі міне қандай жұмыс? Жеке және көпше түріндегі зат есімдерді ажырат дейді. Бұл кәдімгі мынандай кесте түрінде беріледі. Қайсы жекеше түрінде тұрса не істейміз? Үстіне не қоямыз? Бұзау несі жекеше түрінде ма, көпше түрінде ма? Онда мынаға бүйтіп қосу не істейміз? Қоямыз. Көпше болса көпше түрінде не істейміз? Қосуды қойып отырамыз. Түсінікті ма? Ал үшінші тапсырма. Үшінші топтікі. Үшінші топтікі міне сәйкестендіру зат есімдерді не істейді екенбіз? Сәйкестендіреміз. Қайсына сәйкес келеді? Сызықпен не істейміз? Қосамыз. Ал кештік. Топпен жұмыс жасаймыз. Топпен. Жерде жұмыс жасамайсыздар. Топпен. Қазір маркерлерге елесіздерге. Үшінші топ. Төртінші топ. Ал көздеріңіз. Қаламмен жазады. Міне жерде.
Көпшілігінде қойлар, түйелер, шырғылар. Молодец, дұрыс па балалар? Иә, молодец, жақсы отырамыз. Балалар, ережені сақтамасақ, бір-бір балды түсіріп тастаймыз. Иә, тыңдаймыз келесі топты. Бұзау жекеше, лақта көпше, еле көпше, қошаған жекеше, шылымда көпше, қой жекеше, терлақ көпше. Дұрыс па балалар? Иә, дұрыс таппа? Жақсы, бір балды қосып береміз екен онда. Қосып аласыздар. Келесі үшінші топ. Үшінші топ келе қойыңыздар. Ал қорғаймыз жұмысымызды. Қандай сөздер бар? Қандай сөздер берген бізге? Кіляқтар, жырғыштер, Және? келидер. Жақсы. Дұрыс па балалар? Бұрыш жер бар ма? Бар ма, жоқ па? Бар ма? Ал, жақсы. Бір балды қосып береміз. Бір-бір балды қосып аламыз. Толымыз береміз. Жақсы ма балалар? Келесі жұмысқа мән береміз. Ал, балалар, келесі жұмыс. Бізге бекітуге арналған мынандай қазір сіздерге тапсырмалар бар. Жарай ма? Осыған мән береміз. Бірақ қолды көтеріп жауап береміз. Түсінікті ме? Мен оқимын, қазір қараңыздар. Балалар бері қараймыз. Көптік жалғауларды белгілейін. Қайсы көптік жалғау? Кім айтады маған? Қол көтерсінші көптік жалғаулар. Ал, айтады. Дұрыс па балалар? Иә, дұрыс екен міне. Ал балалар, қараңыздар, мына жерде кішігірім сіздерге сабақты қаншалықты меңгергендеріңізге байланысты сұрақтар қойып кетті. Бірақ сұрақты жауапты беру үшін қолдарыңызды көтеріп жауап беріңіздер. Жарай ма? Жақсы ма? Ал кеттік. Зат есім, заттың несін білдіреді? Жақсы, екінші топ. Зат есім, зат есімді белгілеңіздер. Қайсы зат есімге жатады? Қайсы жатады? Алма, жай ғана жеке сөзді айтамыз. Қандай сөз? Алма. Дұрыс ол бір бал. Тексерейік, дұрыс па? Иә. Келесі қазір. Ал зат есім қандай сұрақтарға жауап беріңдер? Қандай сұрақтар? Сұрақтар қандай? Кім? Не. Дұрыс. Дұрыс па? Жақсы. Келесі қазір шығарып күтеміз. Мына сөздердің қайсысы кім? Не сұрағына жауап береді? А? Әке? Гүл. Кім деген гүл? Әке болады және не деген? Гүл. Дұрыс па? Дұрыс па екен? Жақсы. Келесі қазір. Жануарлар мен заттарға қандай сұрақтар қойылады?
Мен оқимын ал. Дұрыс па? Кімді күліп болдың? Ал жекеше түрінде тұрған зат есімді көрсет. Дұрыс. Дұрыс па? Иә. Қазір. Бас әріппен жазылатын сөзді көрсет. Күрек кастесірек. Дұрыс па? Кім айтты? Дұрыс. Бір балды. Келесі, неге сұрағына жауап беретін сөздерді көрсет. Жақсы, тексерейік. Тоқтар. Дұрыс па? Иә, бұл ой бүйіріп арналған сізге кішігірім сұрақтар болған. Ал осы егер дұрыс жауап болса, мынаны кеседегі торсыққа қойып торсығымызға қылыстық. Кастесер көрек балалар, көрекші. Тексерейік. Заттың атын білдіретін сөздер дейді, дұрыс па? Жақсы. Келесі сұрақты көрейік, келесі сұрақты. Не дейді? Кім не сұрағына жауап беретін сөздер? Зат есімнің қандай түрі дейді? Зат есімнің қандай түрі? Жоқ, қандай түрі? Жоқ, біліп тұрмын ғой сол сұраққа жауап берейін. Қандай түрі? Жекеше түрі ма? Жалпы түрі ма? Көпше түрі ма? Көрейік қазір торсығымыз не дейді екен? Торсыққа қымыз толады екен қазір сіздер. Дұрыс айтыңыздар ма? Дұрыс айтыңыздар ма? Дұрыс па? Дұрыс па екен? Дұрыс. Келесі тексерейік, келесі. Кімге, неге сұрағына жауап беретін сөздерді зат есімнің қай түрі? Жақсы. Тексерейік, көрейік. Торсығымыз қымызға толтырып жатыр бізге. Келесі. Зат есімнің жекеше түріне мысалдар келтірейікші. Дұрыс па екен? Келейік, тексерейік. Жақсы ма? Дұрыс па? Тексеріп көрейік. Келесі. Енді келесі соғыласың ба? Зат есімнің көше түріне мысалдар және көше түріне. Аяғын ойсыншы. Және әке дегенді қалай айтасың көше түрінде? Аяқ, зат қарайсың. Дұрыс па? Дұрыс, тексерейік қазір. Қазір көрейік та? Балалар болған жоқпыз ғой, тапсырмай өткен жоқ. Иә, дұрыс па? Иә. Енді қараңыздар, алдарыңызда шаңырақ бар, иә? Кім қандай балға келді, соны белгілеп ат жағыңызға аты жөніне жазып қоясың. Мен мынандай бал алдым. Түсінікті ма? Белгіледік па? Аты жөніңізді жазамыз артына. Сосын кейін маған тапсырасыздар. Сосын мен оны бағалаймын. Бірақ болған жоқ. Егер кітаптарыңыздың 48-ші жаттығуды екі орындап келесіздер. 58-ші бетте отырамыз болған жоқ әлі. Одан кейін қазір маған бүгінгі сабақ ұнады ма? Ұнаған жоқ па? Кімге түсінбедім? Иә, кезекпен. Бас, иә. Мына жақпен. Ал, сіздер не бересіз? Иә, болды. Ал бала, бүгінгі сабақ ұнады ма? Бүгінгі сабаққа жақсы қатысқандары үшін рахмет.